Баршаңызға қайырлы күн. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге газетте хит болып жатқан пирогтың түрі восточный пирогының рецебімен бөлісемін. Каналымда бұдан да басқа пирогтар бар, төменне өтіп қарасаңыздар болады. Каналымды жоғалтып алмауыңыз үшін төменде подписаться бөліміне барып тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Және де қазақша каналдың дамуына үлес қосып, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Құрғақ ыдысымызға бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды, ұнды ситадан өткізіп, қамыр қопсытқышымызды, қант ұнтағын, жұмыртқа және үстінен тағы да ұн салып, жақсылап бір келкі етіп, жұмсақ қамыр жасап аламыз. Бізге керек заттардың құрамы мен өлшемін төменгі жаққа жазып қалдырамын. Өтіп қарасаңыздар болады. Үйдегі бар заттардан жасалатын құрамы өте қарапайым және де бір жасағаннан шығатын пирогты міндетті түрде жақындарыңызға жасап қуантыңыздар. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамырымыз дайын. Оны салафанға орап, тоңазытқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Келесі кезекте пирогымызды пісіретін формамызды дайындап аламыз. Менде асты алынатын 24 диаметрдегі форма. Үстіне арнайы кондитерлік қағаз салып, форманың шетіне жұмсақ сары май жағып қоямын. Пирог жабысып қалмау үшін бұл. Сіздер кез келген формаға салып пісірсеңіздер болады. Дайын болған формамызға қамырымызды алып, видеодағыдай бір келкі етіп жайып, бортиктарын шығарып аламыз. Бортиктары бір келкі әрі жұқа етіп жайып алыңыздар. Бір келкі етіп жайып болған соң, ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Менде мейіз, грек жаңғағы және тұздалған арахис және де қойылтылған сүтке мен тірі желанияның сүтін қолдандым. Ол өте сапалы және пирогымыз ойдағыдай болып шығады. Сіздер де кез келген қойылтылған сүтті қолдануға болады, бірақ сапасы жақсысын алыңыздар. Сапасы жақсысын алсаңыздар, беті кеуіп кетпейді және қамырымыздың астына өтіп кетпейді. Видеодағыдай бір келкі етіп жағып, шет-шетін қасықпен түзулеп, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізде 35-40 минутта пісіріп алыңыз. Бізге ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіз.